Мен кіммін? Осы сұрақты әр адам өзіне қойсыншы. Себебі біз өзіміздің кім екенімізді де білмейміз. Не қалайтынымызды да, қайда бар жатқанымызды туралы да бейхабармыз. Өзіңізбен жұмыс істеу арқылы, өзіңіздің миссияңызды табу арқылы кім екеніңізді, қайда бар жатқаныңызды, қандай өмір сүріп жатқаныңызды түсінесіз. Төменде өзіңізді түсінуге көмектесетін сұрақтар жиынтығын ұсынамын. Осы сұрақтарды өзіңізге қою арқылы анализ жасаңыз. Талай сұрақтың жауабын табасыз. Одан бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Бірінші сұрақ. Дәл қазір мен үшін не маңызды? Басқа адамдарда қандай қасиеттерді бағалаймын? Өзімнің қандай қасиеттерімді бағалаймын? Менің арманым не? Менің құндылықтарым қандай? Өзімді қаншалықты жақсы көремін? Өмірімде қандай жетістікке жеттім? Басқа адамдармен сөйлескенде маска тағамын ба? Өзімді өзгелерге жақсы көрсетуге тырысамын ба? Басқа адамдарға сенім арта аламын ба? Шешімді эмоциямен немесе ақылмен қабылдаймын ба? Мен неден энергия аламын? Инстаграмда, басқа да әлеуметтік желілерде көбінесе не туралы оқимын? Мені не нәрсе шабыттандырады? Өзіме ұнамайтын қандай қасиеттерім бар? Өзіме қатты ұнайтын қасиеттерім қандай? Сәттілік тілеймін, құрметті оқырманым. Осы сұрақтарға міндетті түрде дұрыстап ойланып жауап беріңіздер. Жауап беріп жазыңыздар, анализ жасаңыздар. Қандай адам екеніңізді, қайда бара жатсыз, қандай өмір сүріп жатқаныңызды өзіңіз түсінетін боласыз. Өзіңіз үшін уақытыңызды аямаңыз. Каналыма тіркеліп алыңыздар. Өте пайдалы ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын. Лайк басыңыздар, қоңыраушаны басып, қазақ тілді контентті қолдап отыруларыңызды өтінемін. Білу керек деген адамдарға осы видеоны таратыңыздар. Каналымда болғандарыңызға рахмет.